Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен Гүлсім Сатыбалды Қазақстан Республикасының азаматшасы ретінде өзімнің құқығым тапталып жатқанын сізге айтқым келеді. 2021 жылы мен қарт кісіге біраз уақыт қараған болатынмын. Жүре алмағанына байланысты мен ол кісіге жақсы көмектескен болатынмын. Күнделікті мен ол кісіге қарап жүріп, ол кісі мені өзінің қызындай қабылдап, кететін кезінде үйін жазып беріп кеткен болатын. 2 жыл өткеннен кейін бөтен адамдар туысқанымыз деп таныстырып өздерін. Олардың ешқандай туысқандықтары дәлелденбегеніне қарамастан, сот олардың жағына шешіп беріп отыр. Шынымен де бірінші сатыдағы соттың шешімін оқып танысып шықтым. Одан кейін апелляциялық шағым жаздым. Апелляциялық шағым көп қаралған жоқ. Өздеріңіз білетіндей бірінші сатыдағы сот ұзақ қаралса, апелляция тез шешім шығарды. Апелляция бірінші сатыдағы соттың шешімін толықтай қуаттады, қанағаттандырды. Ендігі таңда бұл кісілерде туындайтын үлкен сұрақтың бірі, және менде заңгер ретінде, ол қалай өзінің туыстық қарым-қатынасын дәлелдейтін толыққанды құжаттар сотқа тапсырмай, ол үйден мұрагер болып шыға келді. Қайтыс болған әже қатты ауырып отқанда, аузына су тамызатын адам таппаған кезде жанына пайда болып, өзіміздің қазақтың қара домалақ анасы көмек көрсетіп жүрді. Әженің өзінің айтқан соңғы сөздері болды. Әділ шешім шығаруын талап етеміз.